532 сериалындағы 3-ші қылмыстық іс шын өмірде Талдықорғанда болған. Бірақ кинода көп нәрсе өзгертілген. Мәселен, кинода көлікте өлтірілген 2 адамның мүрдесін полицейлер сол жерден табады, ал шын өмірде олардың мүрдесін таба алмай қойған. 2009 жылы Талдықорғанда маньяк кезіп жүргені туралы гу-гу әңгіме шағын қаланы аяғынан тік тұрғызды. Аймақтарда шындыққа жанаса бермейтін кез келген қорқынышты хабар, әлеуметтік желідегі хайптан да тез тарайтыны бар. Жұрттың бәрінің аузында Талдықорғандық маньяк. Тұрғындар кеш бата үйінен шығудан қалды. Мұндай алып қашпа әңгіменің шығуы да тегін емес еді. Неге KZ порталының мәліметінше 2009 жылы 30 тамызда жергілікті тұрғын полицияға хабарласады. Талдықорған қаласының шетінен табылған ескі Мазданың іші және айналасы адам қанына бөгіпті. Криминалистер сол аумақтан әйел мен еркектің киімдерін, әйелдің сөмкесін, құжаттарымен бірге табады. Ертеңінде 60 жастағы Тәңірберген Базаубақов пен 45 жастағы Ақмарал Ердімбекованың туыстары арыз түсіреді. 2 адам асқан айуандықпен өлтірілгенін бәрі түсінгенімен, көлікте де бірнеше шақырым аумақта да өлі денелер жоқ еді. Морг пен ауруханалардан да іздеу нәтиже бермеген. Тергеу тығырыққа тірелгендей болды. Базаубақов пен Ердімбекова жақын қарым-қатынаста болыпты. Екеуінің де отбасы, бала-шағасы болса да қатынастарын жасыра алмаған. Бірақ бұлардың туыстарының арасында күдікті жоқ еді. Ендігі қалғаны бір болжам. Қылмыскердің ақыл-есі ауысқан болуы мүмкін, және ол қылмысты жоспарлы түрде жасамаған. Марқұмдардың телефондары 2 апта бойы қосулы болған. Нөмірлерге биллинг жасағанда телефондардың көлік табылған маңда болғаны анықталыпты, бірақ телефондар табылмайды. Бұл жерде полицейлерге телефон нөмірлерді мұқият қадағалау пайдасын тигізген сыңайлы. Марқұм әйелдің телефон нөміріне ең алдымен қызы хабарласады. Тұтқаны әлдекім көтергенімен үндемейді. Тек ар жақта біреудің ауыр демалып тұрғаны ғана естілген. Тағы бірнеше күннен соң марқұмның нөмірінен тағы телефон шалады. Ешкім сөйлемейді. Телефондар смартфон емес, кәдімгі жай телефон болғандықтан қуаты 2 аптаға шыдаған. Осы уақыт аралығында Ердімбекованың нөмірінен басқа абонентке қоңырау шалынып, SMS жазылғаны анықталады. Ол нөмір Алматыда тұратын бір қызға тиесілі екен. Міне, осы қыз күдіктіні тауып берген. Алғашқыда белгісіз нөмірден қоқан-лоқы жасаған хат келген. Артынша қоңырау шалынып, ар жақтағы дауыс "Енді мен сені сүймеймін" деген. Алайда тағы бірер күннен соң "Өзіңді де, күйеуіңді де өлтіремін" деген. Бұл әлгі қыздың Талдықорғанда бұрын бірге оқыған курстасы Ерлан Молбаев еді. Ерлан Молбаев Талдықорғанда тұрады, еш жерде оқымайды, жұмыста істемейді, оқуын 3-ші курста тастап кеткен, бірақ спортпен тұрақты айналысады. Алғашқыда бокспен, кейін жекпе-жекпен шұғылданған, кейіннен спортзалға баруды тоқтатып, жеңіл атлетикамен айналысқан. Іздегендері Молбаев екеніне оперлер күмән келтірген жоқ, бірақ оны бұлтартпас дәлелсіз ұстауға болмайды. Күдіктеніп қалса, өзін басқаша көрсетуі мүмкін. Оның үстінде жоғалған адамдардың денесі де табылған жоқ. Жедел тергеу тобына дәлелді мықтап алу керек. Қылмыскерді іздестіру басталған сәтте Молбаев куәгер ретінде сұралыпты, өйткені қылмыс жасалған аумақта көзге түсіп қалған. Көлік табылған жерде тағы бір тексеріп шыққан оперлер телефонды тапты ақыры. Қуаты таусылғанмен саусақ іздері қалуы тиіс, бірақ күдіктіні ұстауға бұл да жеткіліксіз еді. Молбаев тепсе темір үзетін спортшы, оны ұстау үшін қулыққа бару керек. Ол тұратын үйдің маңында бильярд бар еді. Молбаев сонда көп уақытын өткізетін. Осы бильярдты төбелес әдейі ұйымдастырылады. Оған әрине Молбаев қатысады. Таңертең полицияға шақырғанда ол басқа нәрседен күдіктенбейді. Алғашқыда шынымен де төбелеске қатысты тергеп, артынан басқа кабинетке кіргенде Молбаев бәрін баяндап берген. Ол "Әбден күттім сендерді, ақыры келдіңдер ғой" деген екен. Өзінің айтуынша, 1 айдан астам уақыттан бері ұйқыдан айырылған. Түнімен әлде бір дауыс маза бермейді екен. Алғаш телефон арқылы сөйлескен қызды тауып, сонымен бірге болуды ойлапты. Егер оған көнбесе, өлтіргісі келген. Ол өзі балталап өлтірген Ердімбекованың қызы еді. Қылмыс желісі мынадай. 2009 жылы 29 тамызда Молбаев әдеттегі бағыты бойынша жүгіруге шығады. Қарабұлақ ауылына бұрылатын тас жолдың бойынан қара жолға түсе берісте артынан Мазда келіп сигнал басқан. Молбаев жол бермегендіктен көлік иесі оны қаға суға өтеді.
Көлікте Тәңірберген Базаубақов пен Ақмарал Ердімбекова бар еді. Көлік иесі мұны боқтайды, бұл да жауап қайтарады. Мазда біршама жер жүрген соң ағаш арасына барып тоқтайды. Молбаевтың да бағыты солай еді. Жақындағанда көліктегі екеудің жалаңаш екенін байқаған. Молбаевты көріп қалған таксист те бұған тұра ұмтылады. Іздегенге сұраған Молбаев оны бір ұрып құлатады. Кейін былай шығып өзенге қолын жуып жатқанда Базаубақов машинадан балта алып тағы да жүгіреді. Осы сәтте әлденеге шалынып балтасы ұшып кеткен. Балтаны алған Молбаев тағы ұмтылған қарсыласының басынан бірақ қадайды. Ердімбекова мұны бәрін көлікте отырып көріп отырған. Не болғанын түсінген ол жалаңаш күйде көліктен атып шығып Молбаевты төмпештей бастапты. Қаныш жерде қарап қалмай қарсы соққы жұмсаған. Осы сәтте балта есіне түсіп Тәңірбергеннің басында қадалып жатқан балтаны ала салып әйелдің басынан бірнеше рет ұрады. Есін жиған Қанышер не істегенін түсініп жансыз денелерді көліктің артқы орындығына салады. Балтаны да сонда тастайды. Сосын ізін барынша жасырып қылмыс орнынан кетіп қалады. Үйіне келіп қан жұққан киімдерді тастағаннан кейін де ұйықтай алмайды. Түннің бір уағында қылмыс орнына тағы барады. Ондағы ойы өлі денелерден құтылу. Көлікті әупірімдеп от алдырып қара жолмен 50 шақырым жүреді. Көрер көзден ақтау жерді тауып алдымен таксистің денесін көмеді. Осы сәтте әйел аяқ астынан көзін ашып қатты ауырсынғаннан шыңғыра бастайды. Өлтірмеуді сұраудан пайда жоқ екенін түсінген әйел Қанышерді тілі жеткенше қарғап баққан. Көзіне қан құйылған қылмыскер балтаны алып әйелдің басынан соққылай беріпті. Сөйтеді де алғаш қылмыс болған жерге қайтып келеді. Марқұмдардың жеке заттарын ақтарып бірнеше мың теңге мен ұялы телефондарын алады. Жолай телефонды лақтырып, бұдан соң жоғарыда баяндалғандай күн сайын сол маңнан жүгіріп өткенде кім хабарласқанын білу үшін телефонды құлағына тосады екен. Одан кейін алғашқы махаббаты есіне түсіп, әлгі телефоннан хабарласып хат жазған. Міне осы әрекеті оның қанқұйлы қылмысын әшкеретті. Қылмыс жасағанда 27 жаста болған Молбаевты сот медициналық сараптама ақыл есі дұрыс деп тапты. 2011 жылы сот Талдықорғандық Қанышерге 23 жыл жаза кесіп, жазасын қатаң режимдегі колонияда өтеу туралы үкім шығарды.